Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен әдебиеттік оқу пәнінен 37-ші сабақ «Не үйрендім?» Яғни бүгінгі сабағымыз біздің қорытынды тапсырма өтеміз. Бірінші тапсырма күн шығыласы ойыны. Менің мектебім дегенде көз алдыңа не келеді? Кімдер елестейді? Балалар, менің мектебім дегенде әдемі ғимарат, жарқыраған терезелер, сабақ оқып жатқан оқушылар, мұғалімдер, достарымен бірге қызықты ойындар, сынып бөлмелері, мектептің кітапханасындағы түрлі кітаптар мен журналдар, спорт залындағы жаттығулар, ойындар, таңғы қоңырау үні, сабақ аяқталған соңғы қоңырау, асхана, тағы да басқалар елестейді. Екінші тапсырма. Бір суретті таңдап алып, сол бойынша әңгіме құрастыр. Менің ұстазым өте білімді, сабырлы. Бізге сабақ түсіндіріп, ақылын айтады. Әрқашан күлімдеп жүреді. Біз мұғалімнің айтқанын тыңдаймыз. Үй тапсырмаларын орындап, сабаққа белсене қатысамыз. Үшінші тапсырма. Бірінші сурет қандай мәтінді еске түсіреді? Кітапты жылатқан оқушыға не айтар едің? Балалар, бірінші сурет жыртық кітап жылады мысалын еске түсіреді. Кітабыңды таза ұста, әрі ұқыпты ұста деп бұл оқушыға ақыл айтар едім. Себебі ол сені білім нәрімен сусындандырады дер едім. Келесі тапсырма қорытынды ойы бар үгіт насихат айтылатын шығарманың түрі. Балалар, қорытынды ойы бар үгіт насихат айтылатын шығарманың түрі мысал. Олай болса, осымен бүгінгі қорытынды сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңыздар.